Бүгін біз пороховой мини пистолеттердің сапасын тексеретін боламыз. Мына арзан, мына қымбат. Түрінен айтып тұр. Мына кейсінен уже материалы. Мына сәл қымбатырақ жүретін. Мына арзан. Комплектісімен таныстыра кетейік. Мына қымбаттың ішінде кілті, ударный иголкасы, кілттері құлаққа иетіні, отверткасымен жүреді екен. Және көзге көз қорғағыш очкимен. Ал мынада ремкомплекті, қорықтары. Мына көбінесе одноразовый жүреді, яғни бір-ақ рет қолданғанға арзандары. Мынаны атады, одан кейін болды. Мусор ретінде тастайсыздарынан. Ал мынау ұзақ жұмыс жасап береді. Тек ішін әдемілеп тазартып отырсаңыздар, ұзақ жұмыс жасап береді. Енді біз каждыйын ашып ішін тексеріп көреміз. Сіздерге көрсетеміз. Былай да аталасыз. Ауыстырып, былайынан да аталасыз. Және бұда регулировка бар. Қаттататын жерде қаттатуға болады, жай ататын жерде до конца кіргізбей реттеуге болады. Ол үшін сіздерге көрсетіп. Мынасы. Міне. 3 тесікті көріп тұрсыздар. Және мына жақта да тесік бар, 3 тесік. Мына 3 тесік бір-біріне сәйкес келіп қалса, міне, келіп тұр екеуі. Бұл кезде күш азаяды. Ал тесіктерін бай жауып тастасақ, міне, бітелді, өзі қаттатады. Бұда регулировкасы бар. Міне, қарап тұрғандарыңыздай, пружинасының өзі қара металды қатты екенін білдіреді. Ішіндегі ударниктер тоже жұмыс жасайтын, міне, инесі атуға көмектесетін. Пружинасы осы. Мына жақта арзан пистолетті көрсетеміз. Үш қырлысын. Бірінші ашқан пистолетте барлық темір болады. Мынада да уже пластмасса. Міне күйдірілмеген арзан металмен жасалған. 10 шақты 20 шақты рет атқаннан кейін уже металл әлсіздігін көрсете бастайды. Міне ударнигін көріп тұрсыздар. Арзан металл екені көзге көрініп тұр. Енді айта кететін жайт, мынау неге ұзақ жұмыс жасамайды? Мына металда көбінесе мына жерлер желініп кетеді. Міне, мынау желініп кетеді. Одан қалды мына жерден сынып кетеді. Сондықтан ұзақ жұмыс жасамайды. Мына пластмасса атуға көмектеседі мына жері. Сондықтан мынау желініп кетеді пластмасса болғандықтан. Мына екеуі разницасы. Мына салмақты екені білінеді, және қатты екені білінеді. Металл көзге де көрініп тұр. Баюкты ұстап тұратын корпус. Атуға көмектесетін осы. Мына іші пластмасса болғандықтан желініп қалады. Сондықтан атпайды. Мынау қымбат пистолеттікі темір, таза темір. Сондықтан бұл ұзақ жұмыс жасайды. Ішкі пружиналарына келсек, мынау қалың болғанмен өте әлсіз. Мынау қолға да білініп тұр. Мына ручкалары, мына пластмасса болғандықтан резбасы кетіп қалады, ұстамайды. Шашылып қала беретін болады. Ал мынада көргендеріңізде бана ашқан кезде екі болтпен аштым. Мына темірді ұстап тұрады. Усилениясы мықты. Сәлем достар, бізде пороховой пистолеттерді көбінесе ашып алады жұмысшылар, алған адамдар. Сосын жинай алмай жатады. Сәл қиыншылығы бар. Соны жинап біз үйретеміз. Және бұл қалай тазалау керек екен. Ең біріншісі былай киіледі. Одан кейін оның басы, иголкасы саламыз, пружина. Бізден қатты рөл ойнайды. Осыны тексеру керек. Осыны салған кезде, ашқан кезде осы жерде тексеру керек. Майлап саламыз, пружинасын саламыз. Одан кейін мынау ұстап тұратыны былайынан түседі. Тесікті көріп тұр, мына екеуін көріп тұрсыздар. Былай ұстап тұрасыздар қолдарыңызбен. Түсті. Мынау пружинасы, ручкасы, корпусы,
сыртқы корпусы мына жерде. Мынаған түсетін ізі бар өзінің. Ең соңғы саплосы болды. Сіздер ашқан кезде ең бірінші мынаны ашасыздар. Сіздерде көбінесе осының бойын тазарту керек бізге. Сіздер ашқан кезде мына жерлерді майлап тұру керек бізге. Осы жерлердің барын тазартып тұру керек бізге. Міне сосын біз тексересіздер атпай қалған жағдайда. Міне инесі мына жақтан шығып тұр ма, шықпай тұр ма, осын тексересіздер. Инесінің ұшы сынып кетіп атпай қалуы мүмкін. Бізде мынау арзан пистолет. Атып көреміз. Ал мынау бізде качествосы жақсы пистолет.